Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бізге бүгін Toyota Camry 40-тық 2.4 көлеміндегі мотормен машина келіп жатыр. Бұның ақауы өткенде диагностика жасатып кеткен, бізге келіп эндоскоппен головка прокладкасы жіберіп тұр. Головкасын ашып, сол жөнінде бүкіл видеоларды түсіретін болам. Головканы ашу үшін бізге алдыңғы крышканы шешу керек. Алдыңғы крышканы шешу үшін астында картер шешу керек. Сондай қиыншылықтары бар бұл мотордың. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта бүкіл видеосын толықтай осы шығарып отырамыз. Коллекторды шешіп қойдық. Енді алдыңғы шкифті шешу керек. Картерді шешіп қойдық. Енді шкифті шешіп, алдыңғы крышканы аламыз. Сөйтіп жақындай береміз головкаға. Енді сіздерге бір видео көрсетейін. Мына шкифтіні шешіп алдық. Енді астындағы шкифтің сальнигінен май жіберген екен. Алдағы уақытта осын сальнигінде ауыстырып жүреміз. Алдыңғы крышкеден де май аққан, неден прокладкадан де. Осылардың бәрін бірден ауыстырып жүреміз. Міне головкасын ашып қойдық. Мына жерде қазір көрсетіп жүрейін. Мына паранитовый прокладка салынған екен. Бұрын ашылған. Міне нәжелер қарайған, көрдіңіздер ме? Головка прокладка осы жерден жіберген. Қазір головкадан көрсетіп жіберейін. Міне мынау бірінші цилиндр. Бірінші цилиндр мен екінші цилиндрден жіберген прокладка. Суланған мынау. Енді осына клапандарын бәрін притирка жасап, клапан сальнигін ауыстырып, мына бетін токарьге жібереміз. Тегістетуге фрезаға салып, сөйтіп жуып, шайып жинастырамыз. Мына жерден білсек те болады, мынау бірінші цилиндрдің несі, клапанын көрдіңіздер ме? Выхлопной. Қара болып жұмыс істегенде, ана су кеткендікі кәдімгі ақ болып, кәдімгі пар болып сөйтіп сумен шайылып жұмыс жасаған. Головкамыз фрезадан келді. Беті тексеріп, енді клапандарын притирка жасаймыз. 16 клапанында. Клапанына зазорын қоямыз, клапандарын сөйтіп жинастырамыз. Клапандарына притирка жасап, клапандарын түгел, 16 клапан түгел ауыстырып шықтым. Клапандарына притирка жасап, сөйтіп клапандарын регулировка зазорларын дұрыстап қойдым қазір. Шуппен, осы орны жерден шуппен бірден дұрыстап аламыз. Сөйтіп головканы жабамыз. Енді головканы блоктың бетін тазарту керек. Сөйтіп жинастырамыз. Міне шпилькілердің орнына беттерін бәрін тазартып қойдық, дайындап. Енді бірден воздушный коллектордың прокладкасын ауыстырып жүреміз. Сөйтіп головканы жауып жинастырамыз. Міне мынандай тайванский графитовый прокладканы мен өстіп жабайын деп жатырмыз. Темір прокладкамен жабайық десек, головка уже екінші рет жонылып тұр. Сол үшін осындай паранитовый, өзінен де паранитовый прокладка шыққан. Енді головканы жауып бастаймыз. Мына головкасын тартып қойдық, енді зажигание қояйық десек, мынандай қызық болып жатыр. Цепте ешқандай меткі жоқ. Анандай цептерде не болмай ма? Зажигание қоятын кезде, мынада екі жақ бетінде де ондай меткісі жоқ екен. Көрдіңіздер ма? Енді
Жана ескі цептен барып санадым. 28, бір жағы 28 болады. Екі реттегіш біліктің арасындағы несі 9 болады екен. 9 тістен кейін тұрады. Мына реттегіш білік пен иінді біліктің арасындағы тістің саны 28 болады екен. Қазір мынау штрихпен соны белгілеп көрсетем тағы да. Міне белгілеп қойдық. Мына екеуінің арасы 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Екі ненің арасы. Ал мына жақта реттегіш білік пен иінді біліктің арасындағы несі тістердің саны 28 болады екен. Осыны біліп жүрген дұрыс. Енді осымен қазір несін қоям. Зажиганиясын қоям, сол кезде көрсетем тағы да. Міне, қазір көрсетіп жүрем. Қойған меткімді. Бізде мына жерде меткіміз бар. Сол мынаған белгілеген жаңағы ақ неге әкелдік. Мынау иінді білікті белгісін. Үстінде мынау реттегіш білік деп айтылады. Қазақшаға көшіп жатырмыз ғой бізде жаймендеп. Міне осыған келеді. Екінші жағы жаңа сызғаным. Мына жерде тағы да не бар? Сол мына жерде не тұр ғой? Осыған келеді. Міне мынау екінші. Міне мынау мынаған келеді. Енді осымен алдын жинастырамыз. Мына жерде кергіші бар. Сонысын саламыз. Сөйтіп моторды оталдыруға тырысамыз. Тағы бір айта кететін жағдай, мынау коленвалды иінді білікті оқитын не? Осыны абайлау керек. Мына жазуы барды. Бер жақ сыртына қарату керек. Салған кезде абайлап осылай сыртына қаратып салу керек. Айтпесе оқымай қалады. Осылайынан салу керек. Оталдырдық. Бізде форсункінің түбінен ауа сорып пышылдап қалды. Енді осыға мынандай ремкомплект әкелдік. Осының комплектісі. Осының қазір төбесінде фильтр болады. Ақ кішкентай жүрген осының фильтрлері. Қазір соларды ауыстырып жібереміз. Міне сальниктерін ауыстырып қойдық. Мына өзінен шыққандары. Мына сальниктері жақсы екен. Ойындағы сальниктері. Енді осыны қазір жинастырамыз. Міне бәрін жинап оталдырып қойдық. Енді қыздырып жатырмыз. Қазір температурасын несін көреміз. Ешқандай чек, еш нәрсе жанып тұрған жоқ. Температурасы енді көтеріліп жатыр. Мотор тамаша жұмыс жасап тұр. Лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Назар салғандарыңызға рахмет.